Мен Ботагөз Бердигуловна өзімнің отбасымды Арман қала Алматының бақытты тұрғындары деп есептеймін. Жолдасым екеуміз де ұстазбыз. Әуезов ауданындағы 133 мектептегі сүйікті шәкірттеріммен қауышудың өзі менің жұмысқа деген шабытымды оята түседі. Мен бала кезімнен поэзияны сүйдім. Өз қиялымды ақпарақ бетіне түсіріп қоятыным да бар. Бұл маған өзімнің ақын батыр анамнан дарыған асыл қасиет десем болады. Бала кезімнен Мұқағалимен сырласып, Шахановтың жырларын жаттап өстім. Кіріп келді елделеп, кіріп келді, әке деді, кірген бойда еркелеп. Ұстаз ана ретінде де өз балаларымды өнерге баулығанды жөн көремін. Ал қасиетті қара домбыра менің рухани жан серігім. Гүлдері барсаң көктерге, қоңыраулатқан аспанды. Сен неткен көркем едің, түнгі Алматы. Сен бақытты балалықтың, асқақ армандардың мекенісің, бейбітшілік бесігісің. Сенде өткен әрбір күнімнің сәттерін бағалай білуге тырысайын. Түніңе тыныштық